Абай күні ақынның есімін ұлықтайтын ғана емес, ұлттық рух пен рухани құндылықты дәріптейтін күн. Ұлы ойшылдың туған күніне орай Түркістанда тағылымды шара өтті. Таңертеңнен Абай ескерткіші орналасқан аллеяға өңір басшылығы, зиялы қауым, ардагерлер мен жастар жиналды. Алдымен Абай Құнанбайұлының рухына тағзым етіп, ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Абайды тану, өзімізді тану, Абайды оқыту, елдің ертеңін қызмет ету. Ол Абай, біріңді қазақ, біріңді дос көрмесең, істің бәрі бос деген болатын. Сол сөзбен бірлікке шақырған. Бұл біздің басты ұстанымыз болуы тиіс деп ойлаймын. Ардақты ағайын, қазіргі таңда облысымызда жалпы айтатын болсақ, Абай есімімен бір ауылдық округ, 4 елді мекен, 110 көше, 15 мектеп. Ол ақын құрметіне 9 ескерткіш, 11 бюст орнатылған болатын. Ақынның өнегелі мұрасын жас ұрпақтың бойына сіңіруде нәтижесіз емес. Осы күні жасөспірімдер Абайдың өлеңдері мен қара сөздерін жатқа оқыды. Ал көзімнің қарасы әні көпшілікке ерекше көңіл күй сыйлады. Сондай-ақ арнайы ұйымдастырылған көрмеде қаламгердің шығармалары, өмір жолы мен рухани мұрасын танытатын кітаптар, көркем туындылар топтастырылған. Кездесу соңында Нұралхан Көшеріп жастар мен зиялы қауымға Мұхтар Әуезовтің Абай жолы кітабының бірнеше данасын тарту етті.